Айгүл, сен мені қайда келдің? Не үшін? Соңымнан ер. Көптен күткен тыныштығыңа жетіпсің ғой ақыр. Машын, неге бұлай істегенімді білмеймін Наз. Бірақ та саған үлкен рахмет. Мен бұны сен үшін істеген жоқпын. Бұл менің жоспарыма керек. Мұстаннан олардың патшайымы туралы сұраған кезде, ол өзін өзі атып жіберді. Патшайымды табу оңай болмайын деп тұр. Аңшы болғаныңа көп болмады, бірақ талай мыстанның көзін жойдың. Мен сені мақтан етемін, ұлым. Патшайымды да табатыныңа сенемін. Саған біреуді көрсеткім келеді. Кімді? Асылжан, амансың ба бауырым? Расында сенбісің? Иә, бұл менмін. Әли, сен бір қызбен таныстырамын деген едің. Көрінбейді ғой. Сен кімсің өзі? Бұл мұстанды атып өлтірген сен бе? Ұста. Айбебені сұмырса, сіздің жаныңыздың қолынан ештеңе де келмейді. Егер де мен болмағанда, сіздер кәсіп болып тұрмас та едіңіздер. Сен Асылжан боларсың. Әлихан маған сен туралы көп айтты еді. Сені көргеніме өте қуаныштымын, Асылжан. Әке, мені құтқарған адамдар осылар. Мелисса, Айсхан. Арамызға қош келдің. Менің ұлымды құтқарғаның үшін саған алғысым шексіз. Не сұрасаң да бәрін беруге дайынмын. Рас па? Онда маған жаныңыз бере аласыз ба? Өздеріңіздің көрсеңіздер ғой. Бұл әрине әсіл. Жақсы, онда ішке кірейік. Ол неге маған тесіліп қарап тұр? Элла, сенің атанаң кім болады? Мен оларды танимын ба? Жоқ. Мен де оларды танымаймын. Біз балалар үйінде өстік. Кейін бізде нысандар аңшыста болды. Ол бізді бақты, қақты. Және де аңшылықты үйретті. Алайда, бір апта бұрын ол Мұстаның қолынан мерт болды. Мен одан кек алу үшін сізге келіп тұрмын. Сіздің маған көмегіңіз керек. Мен сізге нысанда патшайымды табуға көмектесемін. Бірақ та біздің баратын жеріміз жоқ. Әрине, көмектесемін. Ал тұратын жерге кетсек, Асылжанның үйінде тұрсаңдар болады. Әке? Мен сенің жалғыз тұрғанды қаламаймын. Сен өте көп Мұстанның көзін жойдың. Ерте мен кеш пе олар сенің үйіңе кіріп келеді. Онда менде әлсіз нысандарға күші жетпейді деп тұрсыз ба? Жоқ, Асылжан. Жауыңды әлсіз көргенің менің үлкен қателігім. Аға, сол үшін де Мелисса мен Айсхан сенің үйінде тұратын болады. Оның артынан барыңдар. Бұл менің үйім. Сондықтан менің ережеммен жүресіңдер. Ол қандай ереже? Менің бөлмеме рұқсатсыз кірмейсіңдер. Тамақты өздерің жасап жейсіңдер. Және үйді тазалайсыңдар.
Sen sonda biz kısmetçikte yaptırmasın. Bozqa öyle bolma. Bizde bärbirini bagdyramaz. Äsiresi meni. Düşündük. Sulu yüzüm üçün gana tıra kaldı. Kelesi de unutmayın. Жаман емес, маған ұнады. Бірақ өзің емес. Ағаңды құтқарғаныма алғысыңыз болса, онда ал. Саған ешқашан ұқсамаймын. Маған сенің алғысың керек жоқ. Енді шық. Аза, söyle. Енді мен сенің ісіңе кедергі жасамаймын. Аза, мен саған ұнаймын ба? Қыздар, сендерде де сезім болады екен. Ал менде ол сезім қалған жоқ. Ayakta olsa men seninmen birgemen Qo'shag'ma Иә, сенің сезімің жоқ. Бірақ мен сені сонда да жақсы көремін. Сен үшін бәрін ұмытайын. Рас па? Иә, Онда менің мына тілегімді орында. менің тілегім енді әр екі сағат сайын емес. Мен қалған кезде ғана тілегімді орындайсың. Мен тыйым салынған ешқандай тілек тілеген жоқпын. Орында алсаң, сен тілегін онда орындайсың. Тамаша. Жарайсың, Аза.